Мотоциклдың документін жасайтындар бар ма деген сұрақтар бізге жиі келіп бастады. И көбі ойлап жатыр, егер де мопедтерге жасайтындар болса, сондай екі қағазды, онда мотоциклдерге де мүмкін сондай құжаттарды жасауға болады деп. Бірақ мопедте бізде басқаша. Мопедке оңайтылған упрощенный процедура постановки берілген. Ол жақта екі қағаз, договор купли-продажи, сертификат, и олар спокойно учетқа қойылады. 2025 жылы сондай рұқсат етілген. И қазіргіде де сондай ұзартып берді. То есть әлі жаппады упрощенный схема. Поэтому мопедтер мен мотоциклдің есепке қойыны никак салыстыруға болмайды. Мотоциклдер машиналар сияқты учетқа қойылады. Егер де қазір мысалы Қытайдан бір машинаны біреу учетқа қоюға алып келсе, ол оны мопед сияқты екі әшейін қағазбен қоя алмайды. Ол жаққа мне мынандай құжаттар керек. Ол ЭПТС, СБКТС, декларация, инвойс, электронный договор купли-продажи, технический документ транспортного средства. Еще там бір-екі документ сұрау мүмкін. И бұл документтер мотоциклге де қатысты машина сияқты. Бұларды ешкім жасай алмайды. Бұл егерде бұл подделкамен сендер алып барсаңдар соңға, ол жақта операторлар сразу полиция қызметкерлеріне хабарласады, и прям сонда бар полициялар 10-15 минутта келеді да, и алып кетеді. Ондай бір-екі сондай случай болған деп мен естігем, что полицейскер прям оператор айтқан, қазір күте тұрыңыз дейді да, потом кетіп қалады бір жаққа, и уже полицейскиймен келеді да, и алып кетеді. Ол жақта штраф, может даже вплоть до уголовки, потому что подделка документов бұл өте ауыр статья кетеді, поэтому я не советую. Сосын оны екіншіден никак подделка істей алмайсыз, потому что бұл мотоциклдер, машиналар мысалы келеді ғой таможняға, олар СБКТС, ЭПТС декларацияны уже таможняның өзінде өтеді, даже Алматыға келмей тұрып. Даже бұларды сіз оны өтіріктен жасатсаңыз да, операторға, сол оператор деген сол адамда компьютерде отыратын адам ғой, и ол тереді сол номерлерді, өзінің әр документтің номері бар, и ол базада шықпай қалады. Айтады, Астанада базада шықпады дейді да, и подделкаға бұл никак өтпейді. Ол өзінің номерлері еще таможняға, сол базаға кіру керек. Ол тек Қазақстанның базасы емес, ол жақта Ресейдің базасы, Белоруссияның сон. Ал ол жақта Ресей болғанымен өте қатал қарайды да именно осы базаларды. Поэтому никак. И даже мысалы сізде декларация, барлық документтер тұрса, ЭПТС жетіспей тұрса, ЭПТС ол мотосалонның атында болу керек, то есть физлицоның атында болуға болмайды. Даже өзіңіз жасасаңыз да оны қоя алмайсыз. Конечно, черный способтар бар, басқа осындай мотоциклдің ұқсас кубатурасымен документін сатып аласыз, мысалы бір ушатыны бір, и вин-кодтарын перевод ететіндер бар, бірақ ол заңсыз, мен оны кеңес етпеймін. Мен естігем 2026 жылы скоро сондай рейдтер басталады, полиция қызметкерлері именно вин-кодты тексеретін болады. Вин-код сай келе ма, техпаспортқа сай келмей ма, вин-код перебитый, не перебитый. Егер де вин-кодтың перебитый нелерін көрсе, уже штраф стоянка, и үлкен штраф салынады. Поэтому мотоцикл алып жатсаңдар, джиги мотосалоннан уже учетта тұрған мотик алыңдар.